Жақсы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және 10-шы сынып оқушылары. Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін бізде 10-шы сыныпта Медеу Сәрсекенің «Қазақтың қанышы» атты роман эссесі. Балалар, өздерің білетіндей, біз осы 90 басталғалы «Қазақтың қанышы» бөлімін өтіп жатырмыз. Яғни осы бөлімде балалар біз қазақтың аса көрнекті ғалымы, Ұлттық ғылым академиясының тұңғыш президенті, академик, қоғам қайраткері Қаныш Сәтбаевтың өмір жолымен танысып жатырмыз. Солай болса, балалар, біздің бүгінгі күндегі оқу мақсатымыз шығарманың композициялық ерекшелігін талдау. Соған сай, осы оқу мақсатына шығатын бағалау критерийі шығарманың мазмұнын талдайды, оқиғаның желісін ретімен баяндайды деп алып отырмын. Сендер бүгінгі осы оқу мақсатына сай тапсырмаларды орындап, соған сай бағалау критерийі бойынша бағаланатын боласыңдар. Сөзімнің басын, балалар, Медеу Сәрсекенің жалпы осы өздерің білетін Қаныш Сәтбаев роман эссесі Қаныштай дара дарынның өмір жолын баяндайтындығын білесіңдер. Яғни Қаныштың азап пен зейнетке толы ауыр айқастармен өрілген, жығылып сүрініп жүріп, соның бәрін тынымсыз еңбекпен, сұңғыла ақылымен, өзіндік қайрат жігермен еңсерген ғалымның ғұмырына арналған туынды екенін жақсы білесіңдер. Өздерің білетіндей, бұл туынды Баянауыл аясында, Ұлытау жотасында, Алатау баурайында 3 бөлімнен тұрады. Соған сай, балалар, мен бүгін топты сендерді 3 топқа бөліп жұмыс жасамақшымын. Бірінші топқа оқу мақсатына сай тапсырма. Бірінші Баянауыл аясында бөлімін бере отырып, сол бөлімді оқиға желісі бойынша сюжетті композициясын анықтап, кестесін әдісті ұсынамын. Келесі екінші топқа Ұлытау жотасында бөлімі графикалық органайзерді оқиға картасы әдісіне салып, яғни осы бөлімдегі Ұлытау жотасы бөлімдегі оқиғаларды рет-ретімен орналастыруды сұраймын. Келесі үшінші топқа түсетін балаларға қазір тұжырым картасы әдісін толтырасыңдар. Яғни ол дегеніміз, балалар, басты кейіпкер бізде кім? Қаныш Сәтбаев. Яғни Қаныш Сәтбаевтың бойындағы қасиеттерді шығармадан дәлел келтіре отырып жұмыс жасайтын боламыз. Олай болса, балалар, қазір біз мұнда бөлінеміз. Топтарға бөлінетін боламыз. Астында сессионный зал деп тұр, құрметті әріптестер. Мен залды 3-ке бөлемін. 3-ке бөле отырып, сіздерді сол залға өтулеріңізді сұраймын. Бізде бірінші залға мен қазір мұнда Мирасты жіберейін. Дамирді жіберейін үшінші залға. Балаларымды залға бөліп алайын, әріптестер. Нұржігітті жіберейін екінші залға. Райхан апайды жіберейін екінші залға. Роза Қайырбекованы жіберейін үшінші залға. Мұнда кірмеген әріптестер маған көрініп тұр. Мен мұнда жерде залға бөліп қояйын. Еркебұланды екінші залға жіберейін. Бізде кім кірмей қалды, балалар? Айнұсыр, мені залда ойнап жеріңіз ғой? Ау? Мені бүкіл залда мен жүгірт қойыңыз ғой? Сен бірінші залға жіберіп отырмын, Абылай, мен сені мұнда. Апа екінші залға қосып түсті мені. Мені 3-ке. Неге? Білмеймін. Қазір жақсы. Абылай, сені мен жіберейін бірінші залға. Так, мұнда основной сеанс залда тұр.
Жақсы, талқылай беріңдер. Мәтінді, иә. Бөлімдер бойынша жұмыстарыңды жасап талқылай беріңдер. Иә. Бізге берілген тапсырма бұл баянауыл аясында Сендерге жеттім. Сендер Қаныш Сәтбаевтың басты кейіпкері тұжырым картасына салуларын керек еді. Яғни берілген бөлім сендерге Алатау баурайында. Талқылап жатырмыз ба? Иә. Жақсы. Қазір общий залға шыққан кезде балалар сол жұмыстармен таныстыратын боласыңдар. Мен барып екінші залды көріп келейін. Жақсы. Балалар, мінекей барлықтарыңызды мен қайтадан общий жалпы залға жинадым. Яғни топ бойынша берілген жұмыстарыңызды жасадыңыздар. Енді талқыланған жұмысты осында қазір демонстрация екран жасайсыздар. Бірінші топ бізде Баянауыл аясында бөлімін кімге доступ берейін? Топ басшысы кім бірінші топта? Ақпай маған. Ахметова Абылайға. Абылай, сені саған доступ беремін. Абылай доступ бердім. Жасаған слайд кестелеріңді ортаға көрсетсеңдер болады. Демонстрация экранына сала қой. Жақсы, Абылай. Ал топтың ішінен кім бұны айтып шығады бізге? Мен, апай. Жақсы. Біздің топқа берілген тапсырма оқиға желісі бойынша сюжеттік композициясын анықтап, баспалдақ кестесін толтыру. Яғни Баянауыл аясында бөлім бойынша. Осы бөлім басы ғалым Қаныш Сәтбаевтың дүниеге келуінен басталады. Дұрыс. Ары қаратай дамуы. Қаныш Сәтбаев Сібірдегі технология институтына түсіп оқиды. Оқиғаның шиеленісуі. Қаныш Сәтбаевтың зеректі және кәсіпқой ғалымдардың назарына ілігуі. Және аяғында шешімі. Қаныш Сәтбаевтың туған өлкесіне кең барлығы құлшынып тәмамдануы. Жақсы, тамаша. Яғни сендер берілген Баянауыл аясында бастапқы бөлімді өте тамаша оқиға желісін ретімен баспалдақ әдісіне сала білдіңдер. Тамаша. Екінші топ Ұлытау жотасында бөлімін кім демонстрация жасайды? Екінші топтан? Мен. Жақсы. Абылай, Альмираға доступ бере ғой. Бердім, апай. Жақсы, берілді, Альмира. Так, екінші топтан кім сөйлейді? Адина, барсың ба? Сержан, Еркебұлан екінші топтан кім сөйлейді? Ал айта қойыңдар. Біздің топқа берілген тапсырма оқиға картасы әдісі арқылы шығарманың мазмұнын тізбектеп жазу. Біріншісі, Ұлытау жотасында атты екінші бөлімге Қаныш Сәтбаевтың қасиетті Ұлытау жезқазған жеріне сіңірген еңбегі арқау болады. Бұл 1926-1940 жылдар аралығы еді. Осы уақыт аралығында мал бағып, көшпелі тұрмыс кешкен қазақ елі байырғы тіршілігін күрт өзгертіп, отырықшы жұртқа айналған. Келесі оқиға мазмұны бойынша. Бұл бөлімде Қаныштың Жезқазғанға алғашқы сапары, осы жердегі геологиялық ізденістері, Жезқазған кенішін ашып, оны іске қосу жолындағы ерен еңбегі суреттеледі. Жақсы. Келесі. Жезқазған кенішінің болашағына күмәнмен қарағандарға бұл жердің құнарлы, кенге бай екенін дәлелдеуге түрлі кедергілерге жолығып, қиындықтарға тап болады. Жақсы, Нұржігіт. Келесі. Геологиялық көргендігінің арқасында өз дегеніне жетеді. Ол өмірінде болып жатқан жайттарды үнемі хатқа түсіріп, Таисамен бөлісіп отырады. Жақсы, Еркебұлан. Яғни 6 негізгі оқиғаны атап шықшы, Адина, мына жерде қызылға толтырған оқиға картасы бойынша. Біз атап шықтық. Геологиялық ізденістері, Қаныш Сәтбаевтың еңбегін, 6 оқиғаны жаза білдіңдер де толықтырып айттыңдар. Тамаша. Үшінші топ, Алатау баурайында бөлімі. Үшінші топ. Кім айтады? Қазір апай. Альмира айтпақшы. Жақсы, Альмира, сен тыңдайық.
Тапсырманы қалай орындай алдыңдар? Үшінші бөліміне тұжырым кестесін жасайтын боламыз. Шығарманың басты кейіпкері Қаныш Сәтбаев. Дауысын шығара ғой, иә. Кейіпкерге тән қасиет. Ұлтымыздың кемеңгері, өмірінің 50 жылын, ғұмыр жолын айқындау үшін сарп еткен ұлы тұлға. Жақсы. Дәлелдерін? Рамазан. Автор шығармасын Сәтбаев ғаламшары ғарышты мәңгі шарлайды деген сеніммен аяқтайды. Жақсы, Рамазан. Толықтырасың ба, Альмира? Келесі Дамир айту керек. Дамирге бөлдің, жақсы. Топ басшысы бөлген екен. Дамир бар ма? Айта ғой. Жақсы, өзің қорытындыласаң болады. Кейіпкер ұлы ғұлама ғалым, ұлы академик және өте еңбекқор адам болған. Деп оқиғаны тұжырым кестесіне сала білдіңдер. Басты кейіпкер әрине Қаныш Сәтбаев. Жақсы, Альмира, енді доступ маған бере ғой. Жақсы, балалар, сендерге осындай тамаша жұмыс жасағандарыңа балалар менен от шашу. Сендерді осылайша бағалағым келеді. Рахмет көп. Енді балалар келесі кезекте, қазір мен демонстрация жүйе қояйын да. Так, енді балалар сендерге мен назарларыңа Так, қазір балалар назарларына мен Лёленька әдісі бойынша сендерге мынандай бір ойын түрін ұсынбақшымын. Менің экраным көрінді ме, Лёленьканың экраны сендерге? Балалар, мен сендерге қазір пазл әдісі бойынша мына бір тапсырманы орындатқым келеді. Сұрақ негізінен өзіміз өткен тақырыпқа байланысты болады. Бірінші сұрақты, бірінші қоямын. Қаныш Сәтбаев кім? Қанеке, білетін балалар жауап берсеңдер болады. Ойынның шарты бір сұраққа 3 дұрыс жауап бар. Табуларың қажет. Қаныш Сәтбаев кім? Бірінші. Академик. Академик, минералогия ғылымдарының докторы. Және геолог. Қоғам қайраткері. Тамаша. Және геолог ғалым. Қоғам қайраткері. Жақсы. Екінші сұрақ, екінші топқа. Ғұлама ғалым Қаныш Сәтбаев дүниеге келген жер қайда туды, Сержан? Баянауыл ауданында. Баянауыл ауданы қай облыста? Павлодар облысы. Павлодар облысында. Және ол кісінің дүниеге келген ортасы Имантай бидің отбасы еді. Келесі, қазақтың Қанышы роман эссесінің негізгі бөлімдері, және өздерін талқылаған негізгі бөлімдер. Ұлытау жотасында. Ұлытау жотасында. Алатау баурайында және Баянауыл аясында топ талдады. Келесі балалар, осы роман эссенің авторы кім? Медеу Сәрсеке. Олай болса, Медеу Сәрсеке туралы қандай мәлімет білеміз? Осы қайда дүниеге келді? Қазақстан облысы Абыралы ауданында туған және Алматыда металлург институтында инженер-металлург мамандығында жұмыс. Тамаша. Және ол кісінің романдары Жаңғырық және Күнбе деген романдары бар екен. Жарайсыңдар балалар. Енді біз пазлды ашқан кезде кімнің суреті шықты? Қаныш Сәтбаев. Қаныш Сәтбаев. Яғни өзінің айтқан мына бір өнегелі сөзін алып отырмын балалар. Еңбек етпесең, жиған білімің кәдеге жарамай жатқан минерал секілді. Оның ішін аршып, асыл кені жарқырату үшін еңбек керек, қол мен ой қимылы қажет деген екен. Олай болса, балалар, тамаша. Келесі кезекте балалар. Сендерге не көрініп тұр? Қазір мен слайд көрінді ме? Жақсы. Жаңа жауап қойған едім ғой.
Жақсы балалар, олай болса, біз бүгінгі сабақта Қаныш Сәтбаевтың өмірі жайлы жазылған роман эссенің мазмұнымен толықтай таныстыңдар. Ендігі кезекте балалар, бүгінгі сабақта барлықтарыңа белсене қатысқандарың үшін рахмет. Марапаттап қояйық қанекей бір-бірімізді қошеметтеп. Тамаша. Сендердің алдарыңа балалар, мен келесі кезекте 3Q әдісін ұсынғым келеді. Слайд көрініп тұр ма? Иә. Жақсы. 3Q әдісі бүгінгі сабақта не қызықты, не құнды, не қиын болды? Ауызша айтсаңдар болады. Ой, слайд емес, бағанағы көрініп тұр. Бағанағы көрініп тұр ма? Жақсы, қазір 3Q әдісі айтсаңдар болады. Не құнды, не қиын, не қызықты болды? Кім айтады? Қызықты не болды бүгінгі сабақта? Топпен жұмыс жасау. Топпен жұмыс жасау қызықты болды. Және тағы да? Енді көрінді ма? Тест сұрақтарын орындау. Тапсырмалар орындау қызықты болды. Не құнды болды? Құнды Қаныш Сәтбаев туралы ақпараттар жинау. Тамаша. Иә, қазақтың шыққан академик жайында біліп жатырмыз. Ал сендер үшін не қиын болды балалар? Тапсырмалар қиын болды ма? Жоқ. Жақсы. Олай болса балалар, сөзімнің соңын мына бір өнегелі сөзбен аяқтағым келеді. Алыпты алып қана арқалай алады. Абайдай данышпанды Мұхтар Әуезов әлемге танытты. Сәтбаев тұлғасын медеу сәрсекке ұлықтаған ойшыл жазушы Әзілхан Нұршайықовтың сөзімен балалар, бүгінгі сабағымды аяқтағым келеді. Олай болса, назарларыңызға рахмет. Сабаққа қатысқан оқушылар барлықтарыңызға алғыс айтамын. Көп рахмет. Оқушылар шыға берсеңіздер болады, апайлар қалады. Сау болыңыздар апай. Сау болыңыздар апай. Сау болыңыздар. Сабаққа керемет қатыстыңдар. Рахмет. Ал құрметті әріптестер, маған кері байланыс берсеңіздер. Бек шыға ғой. Жақсы. Слайдыңызды өшіріңіз, аймақта сағат айынан. Әріптестер өздерінің пікірлерін айтсын, сосын неге чатқа да жазып отырсаңыздар болады. Өз ойларыңызды біздің әріптестеріміз. Рахмет кері байланысыңызға. Айнұр апай, сабағыңыз өте тамаша, рахмет. Біз сияқты жас мамандарға өте үлгілі сабақ болды. Өзіме мысалға енді болашақта осыны жасасам деген дүниелер болды. Жақсы екен, осындай сабақтарға негізі көп қатысқан жақсы ғой. Жақсы. 2G2 учесть дейді ғой бізде. Рахмет сізге, сабағыңызға көп-көп. Айнұр, сабағыңа рахмет. Зал-залға бөлгенің ұнады. Жақсы, Әли апай. Чатқа жазып отырсаңыздар, мен яқтан түсіріп отырмын, құрметті әріптестер. Жақсы ағам, ұнады, өте жақсы екен, балаларға сондай бір құнды жақсы дүние екен. Кейінді өзімізге қолдануға алып отырмыз. Рахмет, еңбегіңе жеміс болып тілеймін. Жұмысың табысты болсын, биіктен көріне бер. Рахмет. Айнұр Сағынтаевна, сабағыңызға көп рахмет. Тамаша әдістер қолдандыңыз. Қызықты, балаларға да өте қызықты болды осы әдістермен жұмыс жасау. Рахмет. Біздің әріптес мектептерімізде не айтасыздар? Болмаса жазыңыздар, мына жақтан сіздер қатысып отқандарыңызды көріп отырмын. Нар әріптес рахмет, Фазыл әдісімен ой қорыту қызықты дейді. Рахмет. Әсел әріптесіме рахмет, сабақ қызықты. Жақсы. Басқа мектептерден қатысып әріптестер Айдын Шоқпаров деген кісі отыр мұнда. Марат Будауов. Сіздер не айтасыздар? Естілмей жатыр, ештеңе. Жақсы, чатқа жазсаңыздар болады. Мияқтан. Басқалар шығып кетті ма? Түсінбеппін, жазып жатыр екен. Біздің аудандық білім бөлімінен де қатысып отыр, құрметті әріптестер.
Так. Тағы айтатындар бар ма? Біздің әріптестеріміз басқа мектептен келіп отыр, қатысып отырған. Жақсы, рахмет әріптестер. Олай болса, келесі сабаққа дайындалайық. Келесі кезекте бізде қазір Амангүл апай сабақ береді. Тарих сабағына сағат 10-да болады. Сабағыма қатысқаныңызға көп рахмет барлықтарыңызға. Айнұр Сағатайына сабағыңыз өте керемет болды. Жаңа әдіс дөңгелек сол бойынша өткізгенде мінекей балаларды бір жағынан шынында да бір қалыпты емес әртүрлі тәсілдерді қолданып өткізген, мынау қазіргі қашықтан оқу жағдайында да өстіп сабақ беруге болатын мүмкіншілік болып тұр. Рахмет, сабағыңызға көп шығармашылық табыс тілеймін сізге. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар әріптестер. Көп рахмет.